Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тамаша сүтті құймақ дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, шекер, сұйық май, ұн, қопсытқыш, сүт қажет болады. Ең алдымен табамызға жұмыртқа мен шекерді салып, миксердің көмегімен шекер ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Артынан сұйық майды, сүтті, қопсытқышымызды салып, тағы бір мәрте араластырамыз. Араластырылған массамызға ұнды 2 бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Себебі ұнымыз түйіршіктеніп қалуы мүмкін. Сол себепті мұқият араластырамыз. Массамыз орташа сұйықтықта болу керек. Енді газымызға табамызды қойып, пісіруді бастаймыз. Қызып тұрған табамызға бір ожаудан табаны айналдыра отырып құйып шығамыз. Табадағы құймағымыздың асты піскен соң келесі бетіне аударып, табадағы массамыз біткенше осылай пісіріп шығамыз. Біздің сүтті құймағымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздер де үйде дайындап жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.